Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман? Сіз кітаптарды аудио нұсқасында тыңдай алатын каналдасыз. Бүгін Оларбек Нұрғалымұлының «Қар суымен кеткен жылқы» атты өте қызықты әңгімені тыңдайтын боласыз. Бастамас бұрын сізге айтар өтінішім бар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруыңызды сұраймын. Мені қолдағаныңызға мың алғыс. Сізге Алла разы болсын. Біздің ауыл тура Қытай мен Монғолияның шекарасында еді. Ол кезде шекара қазіргідей тышқан жорғаламастай торланбаған. Кей жерінен үйірлі жылқы өтердей алан ашық жататын. Жылқысы өз аяғымен өтіп кетсе де, моңғол айдап кеттіге санап, түнғатып жортқан жоқшылар жоғының өзі табылмаса да, топанын толтырардай өзге қылқұйрықтарды шұқыратып айдап келетін кез. Үнемі сондай істердің басы-қасында жүретін Жұмақын дейтін құдамыз болды. Ақ алмастай жарқылдаған кісі еді. Қашан көрсең бала шаға, келін кешек демей, әзілін айтып жарқ-жұрқ етіп отыратын. Шаруасынан шашау шығармайтын бұйымтақ шілденің шіліңгір ыстығында ту биені шыбынға білдірмей жейтін ылдым-жылдым ыспардың нақ өзі. Жұмақынға қараңғы түнде қалың жылқының ішінен анау қара айғырды ұста деші, қайырылып қарағанша қайыс арқаны дәл сол қыл құйрықтың қыл мойнында тұрады деп шалмашылығын мақтасатын ауылдағы ұрт тілді жігіттер. Сондықтан да ел кезеуліктен қыстаулыққа көшкенде айғыр үйірін Жұмақынға тапсырады. Жүкең жалғыз үй қалады да, 2-3 ауылдың жылқысын қосып қайырып жонтауға екінші қар жауғанда қыстаулыққа біраға келеді. Бірде Жүкеңнің атына арыз түсіп, 2 айдан астам уақыт қамақта жатып шыққаны бар. Жауап алып, тергеп тексеріп, аман-есен босатып жіберіпті әйтеуір. Сол босап келе жатқан бетте жол үстіндегі біздің үйге түсті. Әкем екеуі құшақ айқастыра амандасып қуанғанда естері шықты. 2 ай түрмеде болғаннан бір белгі де жоқ. Сол баяғы жарқ-жұрқ еткен Жұмақын сынбаған екен. Сынбақ түгілі сыза түспепті. Құдекем мені тап бір қажыдан келе жатқанда қарсы алды ғой, деп әзілдеп жатыр. Жұмақынның біздің үйге түскенін хабар тапқан айналадағы үлкен кісілер де бірлеп-екілеп жинала бастады. Дастархан жайылды, қазан көтерілді, әңгіме де бұрқ-сарқ қайнап ала жөнелді. Әңгіме әредігінде Жұмақын қалтасынан шақша шығарып, ерінге насыбай салды. Бұрын мұндайын көрмеген әкем: «Оу Құдеке, мұндайыңыз жоқ еді ғой, түрме үйретіп жіберген бе?» дейді. «Жоқ, түрмені қойшы», дейді Құдекесі. «Мен бұның қызығын айтайын. Құдай сақтасын, бұл құдаңыздың істемегені бар ма? Әй, мен бір адам секілді адам көрдім ғой. Асықпаңыз, ұзақ әңгіме ол», деп шақшасын жинап жөнделіп отырып әңгіме тізгінін ағыта берді-ау. «Мына өлімнен ұят күшті деген бір сөз бар ғой. Сол рас екен. Негізі ұяттан адам өліп кетеді екен. Мен өле жаздадым. Беттің қалыңдығынан тірі қалып отырмыз ғой», деп кең-кең күледі өзі. Отырғандар дастархан шетін қайра жақындап, деп ентелей түсті. Жазғы тұрым үйірлі жылқыма бір жирен қасқа бие келіп қосылды. Басында айналадағы біреудікі болып, ұят болып жүрмесін деп әр біреуге айтқан болдым. Елең еткен адам болмады. Маңайда жылқы іздеген ешкім жоқ секілді. Төр жайлауға барғанда да бөлінбе елесіп барды. Содан шыны керек емдене бастадым. Өзі де қыстан күйлі шыққан мал екен, жылтырап семіріп келе жатты. «Жә, биылғы күздігім сен боларсың», деп бір түйіп қойдым. Жылқымды жолдан аулақ бөлектеу сайға таман ысырып қайра жүрдім. Сөйтіп жүріп жазың да орталады. Жып-жылтыр болып сауырынынан жарлардай семірдақ енді жарықтық. Жалпақ жатқан қос шаяның қоспасына жаңбырдың су өркілді ғой. Күздік соғым көңілді күпті етіп, елдің етекке түскенін асыға күтіп жүрдім. Күн артынан күн өтіп, ол уақытта жетіп, еңкейе көшіп елде кетті. Енді әнеміне күн кішкене шытқылдай қалса деп, пышағымды қайрап қойып мен жүрмін. Бір күні түс ауа жылқыны көздеп келейін деп үйден шыққалы жатыр едім, бір бейтаныс ақсақал аттан түсіп жатыр екен. Күмістей сақалы кеудесін жапқан, сұңғақ бойлы келістақ адам енді. Жасы егделеу тартқанмен еңкеймепті, тік жүреді екен. Сәлем беріп, есік ашып, төрге оздырдым. Шай ішілді, жөн сұралды. Әңгімесі осы жүрген жүрісінің жайына көшкенде ішім қылп ете қалды. Тура мендегі жылқыны іздеп жүр екен. Ен таңбасы, қасқасы дейсің, басқасы дейсің, бәрі келіп тұр, бәрі. Содан көкпек жеген түйедей дөңбекшідім. Кеудесін жапқан сақалына қарап, жетелетіп жіберсем бе дегенде ой келген. Оған ала жаздай семірткен малыңды күзде біреу келіп сілекейіңді шұбыртып жетелеп бара жатса қалай болады? Оның үстіне соя қоятын өзге малдың реті де жоқ. Күздікке осы деп ниеттеніп қойдым емес пе? Өзі де жардай болып жарықтық, күнде көз алдыңда жайқалып жүрсе,
Қимадым, Құдеке, шынымды айтайыншы, қимадым. Ақыры айта алмадым. Не болса да шалды аттандырып жіберуге амал қылдым. Сіз енді аудан жақтан келдіңіз, біраз бұрыс демесеңіз ортада Ағашоба ауылы жатыр. Бірінші солардың жылқысына қосылады ғой. Жылқышылары мына Жіңішке сайдың басында отыр. Негізі солардан сұрағаныңыз жөн ғой, дедім. Шал елең ете қалды. Оның да жөн екен. Жақын болса күн батпай солай жетіп алайын, деп қозғала бастады. Я, көрсетіп жіберем, екі-ақ белдің асты ғой, деп мен де алдына түсіп арсалаңдай бердім. Желе жортып бір белді асырып, Жіңішке сайды қамшымен нұсқадым да, қарағайлы қапталдарда бөлек-бөлек жатқан жылқыларға қарай шаптым. Іздеушің шыққан екен, аңдыған жау алмай қоймас. Жүке, енді қамдан жүке, дейді ішім. Үйірді тауып қораға қамағанша қас қарайып кетті. Жарылғалы жүрген жирен қасқаға шалманы жалғыз рет тастап жықтым да, сенде жазық жоқ, менде азық жоқ, бұйырған несі бесің. Бісміллә, Аллаху акбар деп орып жібердім. Қорқырап кетті жирен қасқаң. Қатын анадайда сиырын сауып, жылқылар науаның айналасында қасынсып, тай құнандар тебісіп дегендей, кешкі мезгілдің абыр-дабырмен араласып жалғыз өзім жәукемдеп жатырмын. Бір кезде сырт жағымнан бірді-бір жақындап келгендей болды. Тай құнандар шығар деп елемеген едім, тіпті тақау келгендей сезілді. Енді қарайын дегенше болған жоқ, арқа тұсымнан ассалаумағалейкум деген зор дауыс гүр ете қалды. Құрғырау, құлағыма тағын сұм сияқты. Ақырын бұрылып қарап едім, бағанағы ақсақал екен, төбемнен төніп тұр. Өне бойым бір ісіп, бір мұздап ала жөнелді. Маңдайымнан тер бұрқ етті. 6 айрығымнан жосыла ақты. Ондайда тер бетті бойлап ақпайды екен. Бұршақтап, шашырап жерге тамады екен. Ақсақал, түсіңіз, деп атағашты нұсқадым. Ере барып аттан түсірдім. Бір жылқы тасқа түсіп мертігіп қалған екен, соны сойып жатыр едім. Сіз отыра беріңіз, деп үйге кіргіздім де кері бұрылдым. Жарықтықтың қасқасы қандай, қараңғыда айдай болып жарқырап жатыр екен. Сасқанынан басын кесіп алып, түйеннің жабуының астына тыға салдым. Сөйттім де ана кісіні орнықтырып отырғызып кетейін деп үйге қайта келдім. Сөйтсем, шалыңның мүйіз сапты ұзын қара пышағы бар екен. Алақандай жалпақ белбеуіне жанып тұр. Көмектесіп жіберейін деді. Иығынан басып отырғызатын емес, далаға шықтық. Шалекең жеңді түріп тастады. Не керек? Басы жоқ жылқының мойнын қылжыңдатып, екі жақтап сойып жатырмыз. Қатын ұлттық білмегендей монтансып өз шаруасымен жүр. Құдай-ау, теріні іреп жатқанда буын-буыным босап кете береді. Қолымдағы пышақтан айырып қалай жаздаймын. Алақаным өзінен өзі ашыла салады. Тіпті денемнің жартысы бірде бар, бірде жоқ секілді. Мына жұмыс елес құсап сезіле береді. Ес кетіп жан шыққанда терісін түсіріп бұза бастадық. Алдыңғы қолын кесіп алдым да қазанға сала бер деп қатынға апарып келдім. Ақсақалым жылқының басы қайда дегенде жоқ, тасқа түскен жері қайсы дегенде жоқ, терлеп тепшіп жамбасты ұршықтап отыр. Мен де келіп кірісіп жатырмын бір жағынан. Бір мезгілде мен намазымды оқып алайын деп үйге қарай беттеді. Мен етті жырымдап шала-пала бұзып, қарын қартасын жуып, орнын жинастырып, өйтіп-бүйтіп далада жүрмін. Үйге кіре алсамшы. Сауып отырған жалғыз сиырды әрі айдаймын, бері айдаймын, қатынға айғайлап, анау қайда, мынау қайда, мынау не, анау не деп бірдеңелерді сұрап шаруамен жүрген болам. Бірақ енді өз үйіңе кірмей қашаңы жүре бересің. Кірдім. Ақсақал шаршаған ба, құс жастықтың үстінде оң алақанын жастанып мызғып кетіпті. Қатында үн жоқ. Менде де бір қауым уақытқа созылған үнсіздік тынысымды тіпті де тарылтып жіберді. Далаға атып шықтым. Дала тым-тырыс. Ақсақалдың арқандаулы атының тақыр шөпті жұлғандағы тырс-тырс дыбысынан өзге тіршілікті жер жұтып қойғандай. Алғашында өз жүрегімнің дүрсілі өзіме естіле бастап еді. Атты жақын жерге арқандағаным жақсы болыпты. Арқамды үйге сүйеп, соны тыңдап біраз тұрдым. Алашабыр бұлт үстінде асығыс айгілкіп барады. Кісі оянды деген дыбыстан селт ете қалдым. Есік алдында сар еткізіп бірдеңесін төкті де қатын үйге қайта кіріп кетті. Етте дайын болған екен, қарияның қолына су құйып солығын ұсындым. Өзі семіз, өзі жас тобені аздап жініктіріп әкеліп сойсаң, еті таңдайыңда ерімей ме? Буы бұрқырап алдыға келгенде, ал кене, әумен дедім. Енді не болса да осы батада бірдеңе айтатын шығар. Бір сөз ұшығын шығарар дедім. Жоқ, кәдімгі бата жасап бет сипады. Әй, осы шалың білмей қалған жоқ па екен? Деген үміт ұшқыны жылт ете қалды. Қартайған адам жолдан шаршап байқамаса, байқамай қалған шығар.
басын кесіп тастағаның дұрыс болды ма, қалай деп қойдым ішім. Алыңыз дейм ақсақалға. О құдірет, сөйтіп айтқан сайын өз малыңыз ғой деген бір ауыз сөз қайта-қайта ілесе шығып кеңірдегіме кеп кептеледі. Етті шайнап жұтайын десем түйірленіп жұтылмайды. Ой алла, тамағымнан өтпейді. Бірнеше түйірін бүркітше қылғынып әрең жұттым. Өзің де ал, келін сен де деп қояды қария. Келінін қайдам, менің жағдайым ет жеуге келмей қалды. Тағы да ағыл-тегіл тері басты. Бір кезде табаққа қолын созып жатып ақсақал, мынау қар суымен кеткен жылқы ғой, тойынған-ақ екен әлі деп қалды. Я жесеңізші дедім тұқырайып отырған қалпы етті араластыра алдына асырып. Білген екен ғой. Өзі де жылға-жылғадан қардың суы жылап ағып жатқан кезде келді емес пе, дейді ішім. Бірақ менің де жылқым қар суымен кетуіне болады ғой. Бұл сөзде тұрған не бар? Міністен ерте босадып, тойынысқа жіберілген жылқы екен деп айтып отырғаны шығар, дейді тағы бір ойым. Бұл аты емес, бие ғой, деп бүлк ете қалды бүйрегім. Қойшы, енді басыңды қатырғанмен пайда жоқ. Не болса да болып кетті. Ендігісін алда көреміз. Ақсақалдың асықпай отырып етті жақсақ жеді. Табақ түбіндегі майлы тұздыққа матырып бұлғап-бұлғап алған уыз тол етті бұта шайнаған бурадай екі жағына кезек алып, інілін сорғандай қылып әбден езіп барып талмап жұтады. Салалы саусақтарының арасынан сығылып шыққан қазының мөлдір майын қаракесек етке сіңіріп алып аузуға басады. Жұқаланып туралған жалпақ жалды екі қара кесектің ортасына салып жіберіп, қасқа тіспен кертіп жейді. Өз кеңірдегінен ас өтпеген соң сүйек мүжірген болып жеген адамға қарап отырады екенсің. Ақсақал майлыққа қол созғандай өзімше асату жасағым келіп, күштеген болып едім. Ол кәрден жасқа ғой, деді де күректей алақанын толтырып менің алақаныма салғаны, ал жеп көренді. Ақсақалға асатпақ болғаннан ұялғаным бар, қылдамақ болып қылғынып отырғаным бар. Көзім жасаурап өлдім, талдым дегенде әрең жұтып тауыстым. Не де болса етті жеп болғаннан кейін айтпақ па деген күдікпен тағы қол жайып ас қайыруын сұрадым. Жақсылап тұрып бата қайырды. Күмән тудырмайтындай басы артық сөз болған жоқ. Түні бойы ұйықтай алмай дөңбек шыдым. Білді ме, білмеді ме, екі жамбасқа кезек түсемін. Соңғы асатуда жеген етім бітеу жұтылғандай асқазанымды түйнеп, ол да бір жағынан қинады кеп. Білсе неге үндемейді, білмесе неге қар суы. Түннің соншама ұзақ екенін бұрын білмеген екенмін. Таңға жақын көзім іліп кеткен екен. Ақсақалдың азанынан оянып кеттім. Төрдің алдын күңірентіп намазын оқыды. Дастархан жайылды. Елдің жайы, ауа райы, жылқы күйі дегендей азды кем әңгіме айтылды. Жіңішке сайдағы үйді таппай көз байланбай тұрғанда осы үйді қайда тауып алайын деп кеше біраз қатты жүргенін, белі ауырып шаршаңқырап қалғанын, жақсы демалғанын айтты. Я, оныңыз қандай жақсы болған, әйтпесе атыңыз жорға екен ғой, деп айдалаға лақтым. Жирен қасқа енді айтылып қалама дегенде жүрегім алқымыма келіп қайтады. Есалаң кісіше ебіл-дебілім шығып отырмын. Шайдан соң бет сипап, ал мен енді қозғалайын деді. Я, қозғалыңыз, атыңызды ертеп қойдым, деп елпек қағам. Атының мінер жағын дөңестеу жерге ыңғайлап, сулығынан ұстап, қолтығынан көтеріп ерге салдым ақсақалды. Басымды көтеріп жүзіне енді қараймын дей бергенім сол еді, қария тізгінін іркіп тұра қалды да, «Жә жұмақын», деп ауыр күрсінді. «Сен де бір алаштың азамат екенсің», деді де үнсіз қалды. Басым еріксіз салбырап сала берді. Буыным босап, сүйенерге бірдеңе іздегендей сенделіп тұрып, қолымның қалай ақсақалдың етігінің қонышына барғанын сезбей де қалыппын. Менің шаңырағым ауданның шет жағында. Кеше де айттым ғой, Сарзалың деген жер, ауылдың шетіне іліне бере, Хасен ақсақалдың үйі қайсы екен деп сұрасаң, елдің бәрі біледі. Ал көріскенше аман болайық деп, сәл еңкейіп арқамнан қаққандай болды. Атын тебінді. Тұрған жерімде қазықтай қалшидым да қалдым. Бәрі түсінікті болды. Ақырен мойнымды бұрып қарасам, қариям қара жорғасын тайпалатып кезеңге жақындап қалыпты. Содан, деді отырғандар ауыздарынан ақ жалын атылып шыққандай болып. Содан сүмірейіп ер жасайтын дүйсенге бардым. Бір жұманың ішінде өмілдірік құйысқанымен күміс ер жасап бердіп, мүйізінен жетелеп, қылжақтатып бір өгізше апарып бердім. Ісмер неме ғой, айтқан уақытында бітірді. Сөйтіп оны торжорғаға салдым да жетекке алып Сарзалынға тарттым. Жұмақын торжорғаны айтқанда отырғандардың біразы гу ете қалды. Ол жорға жарысында алдына қара салмаған қылқұйрық қой. Әдетте қандай жорға жазық жерде ғана жақсы жорғалайды да, ойлы қырлы ойпаң жерлерге салып жіберсең жорғасынан жаңылып шауып кетіп, желіп кетіп жорғасы жортаққа айналады.
Ал торжорға алдының бәрін аяқ алысымен өлшеп, ойлы қырлы жеріңді тұяғымен тегістеп тайпалғанда қолыңдағы шараның суы шайқалмайтын еді ғой. Және маңдайы жарылып жалғыз келетін. Отырғандардың іштері удай ашып бара жатқаны сол. Содан таңда шығып екінті уақытында ауылдың шетіне ілініп, Хасен деген қарияның үйі қайсы екен деп сұрап едім. Бір аяғын сылтып басатын жас жігіт алдыма түсіп жүгіріп отырып, жақындағанда әне деді. Атағашқа екі атты байлап кіріп барып едім, ақсақал төрде жатыр екен. Уағалейкум ассалам. О, Жұмақын, келдің бе? Деп орнынан тұрды. Балаларына бірден мына кісінің аттарын шөпке қойыңдар, маяға кіргізіңдер деп бұйырды. Аттарын дейді, біліп отыр ғой жетек әкелгеніңді деп қояды. Әдетте өзгенің әңгімесінің арасына сынық әріп қыстырмай үнсіз отырып тыңдап, үнсіз кете баратын көксеген. Мая әлі басталмаған уақыт қой, сонда да кіргізіңдер деп құрметтеп разы болғаны да енді деп жүптеп қояды Ағасқа би. Тұра тұрыңыздар, әңгімені бұзбаңдаршы деп жақай көрші айналасына қабағын бір шытып алды да Жұмақынға күлімсірей тесіле қарады. Содан қарсы алып жатыр әшейін. Қарсы алып жатыр. Содан шай ішілді, әңгіме айтылды, қазан асылды. Шежіреші адам екен өзі. Соғыс кезді айтты, Оспанның әскерінің Шыңшы сайдың әңгімесінен жіберді. Бір кезде менің арғы аталарыма жақындап келді. Менің аталарым бұрын аудан жақтан көшіп келді емес пе? Жақсы біледі екен. Жақсы адамдар еді дегендей бір әңгімелерін айтты. Онысы сенің істеп жүргенің мынау деп арқамды осып-осып жібергендей болды. Көзімді дастархан шетіндегі қошқар мүйіз өрнектен алмаған күйі тапжылмай отырдым. Енді не істеймін? Кемпірім менің ыңғайсызданып, жайсызданып отырғанымды сезіп отырған секілді. Қонақ шаршап келді ғой, демалсын деп төсек салғызды. Бұл да бір құс ұйқылы түн болды. Таңертең тұрсам, кемпірі қоржын дайындатып қойыпты. Келіннің қолынан дәм таттық қой, мынаны ала бар дейді ақсақал. Дәм татқанда деп күмілжідім. Өзіңіздің мал ғой деген әлгі бір сөз кеңірдегіме тағы келіп кептелді. Баласы қоржынды атқа салып, өзімді қолтықтан көтеріп мінгізді. Ал енді аман бол деп Хасен қария кеудесіне қолын апарды. Ал деп мен де ыңқиып тойған шардақ шабдарымды тебіне беріп едім. Жүргісі келмеген қойдың сейгісі келеді дегендей белін қайқитып тұра қалғаны тура атағаштың түбінде сарылдатып төгіп жатыр. Әлі төгіп жатыр. Таусылып бермейді тіпті. Қоштасып алып бір-бірімізге қарап тұрмыз. Ай, сол кезде бетімнің қызарғаны, тезірек жүріп кетсем деп тұрмын. Ана қасқыр жегір майысқан екі тілерсегін әрең жинап ілгері басты өзі. Кетіп бара жатып, ана кісі артынан қарап тұр ғой деген ой сап ете қалып, арқам кәдімгідей құрысып барады. Көзі де сұмдық өткіреді. Сәлден кейін арқамнан жебе қадалатындай қуырылып келем. Басым зеңіп айналғандай болды. Содан баяғыда біреуден басың қатты ауырған кезде насып аятсаң қояды екен дегенді естіп едім. Сол есіме түсе кеткені. Бір бұрышта дүкен тұр екен. Жанаса барып қамшының ұшымен терезесін қағып едім. Күнге қарап сығырайып қабырғасын тырмалап біреу шықты. Насыбай бар екен әйтеуір. Тиынын ұстатып едім, 3 қалтасын әкеліп берді. Содан соны ауылға жеткенше аздап-аздап ерніме салып отырдым. Сөйтіп осы құрғырға үйір болып, жаман үйреніп алыппын Құдеке, дейді ғой әлгі жерде санды ұрып жіберіп қарқылдай күлген Жұмекең. Отырғандар дуэті қалды. Ойпырмайлап, ахлеп, ухлеп тізе жасысты. Торжорға кетті десеңші. Ой, бұл Насыбайдың тарихы тым тереңде. Әй Жұмақын-ай, деп әркім әр тұстан кергілеп ала жөнелді. Әй, сенің торжорғаңды жақында қораңнан көрдім ғой, деп Нығмет саңқ ете қалды. Тұра тұр, әңгіме әлі біткен жоқ, деді Жұмақын тағы да езуіне күлкі үйіріп. Содан 2 жұмадан кейін торжорғаны жетелеп баяғы баласы келіп тұр. Айналасында біреулер таныған ба, торжорғаның атағы шыққан аты екенін біліпті ақсақал. Абыройын көтеріп жүрген аты екен. Өзі мінсін, аттың басын биеге қорғалмайық, орнына басқа бірдеңесін берсін деп сәлем айтып жіберіпті. Сөйтіп төбелі биені жетелетіп жібердім деп жымың-жымың күліп жанындағы құс жастыққа шынтақтай жантая берді Жұмақын. Шынында адам секілді адам көріпсіз Құдеке, деп жүзі бал-бұл жанған әкем еріксіз басын шайқап еді. Құрметті тыңдарман, егер сізге әңгіме ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруыңызды сұраймын. Мені қолдағаныңызға мың алғыс. Сізге Алла разы болсын.